Мен Амзиева Гулайым Турсыновна, Жамбыл облысы, Сарсу ауданы, Жайылма ауылы, Әйтеке би атындағы орта мектепнен бастауыш сынып мұғалімімін. 90 жылдық тарихы бар білім ордасында 33 жылдан астам уақыт үздіксіз еңбек етіп келемін. Шығармашылық ұстаз, тек өз пәнін жақсы білетін анам емес. Ол дәстүрлі сабақ беру шеңберінен шығып, оқушының қызығушылығын оята біледі. Әр сабағын жаңаша ұйымдастырып, жаңа әдіс-тәсілдерді қолдануға ұмтылады. Ахмет Байтұрсынұлы мұғалім мектептің жаны деген. Ал сол жанның қуаты мен сұлулығы ұстаздың шығармашылық әлеуетінен көрінеді. Тіл ұлттың жаны. Ал сол тілдің дұрыс дыбысталуы мен сауатты оқылуы бастауыш сыныптан қалыптасады. Өз іс-тәжірибемде жоғары нәтиже берген буынға бөліп оқыту атты әдістемелік оқу құралым аудандық сараптамалық кеңесте қаралып, аудан көлемінде таратылды. Ана тіліміздің табиғаты буынға негізделген. Сондықтан баланы сөзді тұтас оқуға емес, әріптен буынға, буыннан сөзге көшу алгоритм арқылы оқытамын. Әдістемем 3 негізгі қадамнан тұрады. Бірінші, ойын арқылы буын құрау. Буыннан сөз құра, тез, тап сияқты дидактикалық ойындар арқылы оқушының қызығушылығын арттырамын. Екінші, дыбыстық буындық талдау. Бұл кезеңде оқушылар дыбыстардың үнді, ұяң, қатаң түрлерін буын ішінде ажыратып үйренеді. Үшінші, қарқынды оқу. Буын кестелерімен жүйелі жұмыс нәтижесінде бірінші сынып оқушыларының оқу жылдамдығы минутына 30-40 сөзге дейін жетеді. Бұл әдістің нәтижесі айқын. Тәжірибе көрсеткендей, оқушылардың сауатты жазу деңгейі 70%-ға артты. Ең бастысы, балалардың оқуға деген қорқынышы жойылып, буындап оқудан саналы, мәнерлеп оқуға көшті. Мысалы, менің оқушым Сыздық Өркен оқу жылының басында минутына 10 сөз оқыса, бүгінде 95 сөз оқиды. Осы әдістемелік құралды әзірлеу барысында авторлық бағдарлама «Ізденіспен нәтижеге дейін» атты аудандық семинарда авторлық бағдарлама жазудың талаптары мен әдістемесі тақырыбында баяндама жасадым. Сондай-ақ оқушылардың өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және танымдық қабілеттерін дамыту семинарында шығарма жаздыру үлгісі тақырыбында тәжірибемен бөлістім. 2 семинардың да сертификатымен марапатталдым. Сонымен қатар, мұғалімнің цифрлық трансформациясы, ай құралдарын сабақта қолдану жолдары атты облыстық семинарда іс тәжірибемді таныстырып, облыстық оқу әдістемелік орталығының сертификатына ие болдым. Кәсіби жетістіктерім үздіксіз ізденісім мен еңбегімнің нәтижесі. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған Республикалық алтын тұғыр математикалық олимпиадасының аудандық кезеңінде 3-ші дәрежелі дипломмен. Үздік бейне сабақ аудандық байқауында 3-ші орынмен. Педагогикалық идеялар фестивалі байқауында 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Сондай-ақ 5-ші республикалық үздік бастауыш сынып мұғалімі қашықтық олимпиадасында 2-ші дәрежелі дипломға ие болдым. Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырған Олимп шыңы республикалық пәндік олимпиадасында 3-ші дәрежелі дипломға ие болдым. Білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесім үшін Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталдым. Ұстаздың шығармашылығы шәкірт жетістігінің айнасы. Оқушыларым облыстық және аудандық зерде, республикалық зерттеу жобалары конкурстарында табиғат лирикасы, шығармашылық байқауында 1-ші дәрежелі дипломдар иеленді. Сонымен қатар, Ақбота және Кенгуру зияткерлік олимпиадаларында жыл сайын жүлделі орындарға ие болып келеді. Әр бала бір жұлдыз. Оның жарқырауына дұрыс бағыт беру біздің міндетіміз. Ұстаздық жай ғана мамандық емес, ұлы өнер. Жүсіпбек Аймауытов: сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деген. Ендеше әр сабағымызды өнерге айналдырып, еліміздің болашағын жарқын ететін шығармашыл шәкірттерді тәрбиелей берейік.